Саламатсыздар ма балалар? Менің сабағыма қош келдіңіздер. Бүгін әдебиет сабағын бастаймыз. Олай болса каналға тіркеліп қоямыз. Бүгінгі сабақ әдебиеттік оқу 97-ші сабақ роботтың болашағы. Бірінші ойлан. Суреттегі болашақтың роботтарына қандай сұрақ қояр едің? Яғни суретке қарап сұрақ қоямыз. Олай болса, сұрақ: роботтардың болашақта мұғалімге көмегі тие ме? Келесі жаттығу: әңгімеле. Екінші: тұрмыстық техника құралдарының жұмысымен байланыстырып, роботтың әрекетін қалай түсіндірер едің? Етістік сөздерді пайдаланып әңгімеле. Пісіреді, қаптайды, жуады, кептіреді, жинайды, құйып, жабады деген сөздерді қатыстырып, сөйлем құрап жазамыз робот жайында. Олай болса, робот болашақтағы пайдасы зор технология. Роботтар адамның қызметін атқара алады. Роботтар ас пісіреді, үй жинайды, ақшаны да есептейді. Қазіргі кезде шет елдерде роботтар үйді де салады. Кірпішті қалыпқа құйып, қаптап, жабады. Келесі жаттығу: пікіріңді айт. Үшінші: адам өмірі болашақта роботтармен қалай байланысты болмақ? Болашақта адам сияқты роботтар ойлап, анық сөйлей алатын болады. Білгенге маржан. Робот адамның жануарлардың қызметтері мен іс-әрекеттерін ішінара немесе толық атқарады. Алғашқы роботтар адамның қозғалысы мен сырт пішінін қайталады. Олар ойын-сауық мақсаттарында пайдаланылды. Қазіргі кезде көптеген тұрмыстық қызметтерді атқаратын, қадағалайтын мүмкіндіктер мен сәбилерге көмекші, тағы басқа роботтар жасалды. Робот адамдарды бір сарында ауыр зиянды су астында, ғарышта істелетін жұмыстардан босатып, үнемі жетілдіріліп келеді. Түсініп оқы. Кішкентай робот туралы ертегі. Ерте заманда бір кішкентай робот өмір сүріпті. Басқа роботтар сияқты оны да зауытта жасап шығарған еді. Ол балалар мен үлкендерді алдандырды. Үй шаруасына көмекші болып, бір үйде өмір сүріп жатты. Кішкентай робот электрондық миына салынған қатаң бағдарлама бойынша әрекет етуге тиіс еді. Әке-шешесі жұмысқа, балалар мектеп пен балабақшаға баратын. Таңғы 8-де кішкентай робот музыканы қосып, тұратын уақыт келді, таң атты, көп ұйықтауға болмайды дейтін. Ал кешке барлығы үйге қайтып келгенде әңгімелер айтып күлдіретін. Жатар алдында балаларға ертегі айтып ұйықтататын. Осының бәрі күн сайын қайталанатын. Кейде мейрам кезінде бүкіл отбасы үйде болады. Кішкентай робот олармен бірге кәдімгідей сияқты күліп, қуанғысы келеді. Бірақ ол тек жансыз темір еді. Кішкентай робот өзінің ешқашан адам бола алмайтынын білді. Оның темір мен пластмастан жасалған денесі адамға ұқсайтын. Бірақ ең басты нәрсе жүрегі жоқ еді. Сондықтан ерте ме кеш пе тетіктері сыр берері сөзсіз. Тапсырманы орындамаса, оны жөндеу шеберханасына, тіпті қоқысқа апарып тастайтынын кішкентай робот түсінеді. Енді ол бұрынғыдай өмір сүре алмады. Бірте-бірте ол үлкен үйде жиі-жиі жалғыз қалып, ешкімге керек емес екенін сезінді. Тіпті ең жақын деген достары да әзіліне мән бермейтін болды. Кішкентай робот бір таңғажайып нәрсе жасағысы келді. Бір күні таңертең үйдегілер кетіп қалғанда, кішкентай робот далаға шығып, балалар ойнайтын аулаға келді. Айнала тапталған, шашылған қоқыс. Кішкентай робот ойланбастан іске кірісті. Бүкіл қоқысты жинап, орындықтарды тазалады. Аналар мен әжелер балаларын қарап отыруға ыңғайлы болу үшін көлеңкелі 2 орын жасап, жарты сағаттың ішінде аулада гүлдер отырғызды. Кенет: «Ей бала, атың кім?» деген біреудің нәзік даусын естіді. Кішкентай робот бұрылып қарағанда, әдемі ұзын шашты 10-11 жастағы қызды көрді. Кішкентай робот сүйсініп қарады. Қыз да күлімдеп қарап тұр. «Мен кішкентай роботпын», деді ол. «Сен қайдағы роботсың?» деп қыз күлді. «Сен кәдімгі баласың ғой. Қарашы түріңе, шалбарыңды жыртып алыпсың, мұрның кір». Кішкентай робот төмен қарап тұрып қалды. Темір аяқтарының орнына көк шалбар киген кәдімгі адамның аяғын көрді.
Екі ілгіш тәрізді қолдарының орнынан әдемі саусақтары мен ұзын қолдарын көрді. Робот жердегі шалшық суға қарады. Судан оған мұрны кір-кір белгісіз бала қарап тұрды. «Мен сені Миша деп атаймын. Келісесің бе?» деп сұрады қыз. «Қандай керемет, сен Миша, ал мен Маша, жарасып-ақ тұр». Ол басын изеді. Маша оның қолынан ұстады. Олар қаланың бұрын көрмеген жерлерін аралауға жүгіре жөнелді. Балалар өте қызық. Кішкентай роботтың сыртқы бейнесі қандай? Робот неліктен күнделікті өміріне риза болмады? Ертегіні шығында қандай сезімде болдың? Оқығанда қандай сезімде болдың? Сұраққа жауап беретін болсақ, 4-ші. Кішкентай роботты сыртқы келбеті темір мен пластмассадан жасалған. 5-ші. Тапсырма орындалмаса, қоқысқа тастайтынын сезіп, жалғыз қалып мұңайып жүрді. 6-ші. Ертегіні оқығанда роботта аянышты сезімде болдым. 7-ші. Ертегідегі роботтың бала кейпіне келіп аяқталғанына қатты қуандым. 7-ші. Ертегідегі қиял-ғажайып сәттерді әңгімеле. Кішкентай роботтың жасалуы, роботтың кәдімгі балаға айналуы, адам сияқты сезімін білдіруі. Яғни бұл жерде қиял-ғажайып сәттер роботтың кәдімгі балаға айналуы. Бағала. 8-ші. Ертегінің осылай аяқталғаны саған ұнады ма? Әрине, ертегінің аяқталғаны осылай маған қатты ұнады. Білгенге маржан. Робот қарқынды дамып келе жатқан болашақтың жоғары технологиясы. Робот чех тілінен аударғанда робота еріксіз еңбек, құл деген сөзді чех жазушысы Чапек ойлап шығарған. Ол алғашқыда шебер адам мағынасында қолданылды. 9-ші. Кішкентай роботтың қимыл қозғалысын, ишарасын келтіріп, топ болып билеңдер. 10-шы. Кішкентай роботтан қандай үлгі алар едің? Яғни роботтан еңбекқор қасиетін үлгі қылып алар едік. Үй жұмысы. Менің болашақ робот досым деген тақырыпта қиял-ғажайып мазмұнды сурет сал, немесе қиял-ғажайып әңгіме жаз. Олай болса, әңгіме жазайық. Менің болашақ робот досым. Мен өскенде робот сатып аламын. Оны өзімнің досым қылып аламын. Себебі екеуміз бірге сабаққа барамыз, бірге тамақ ішеміз. Мен оған футбол ойнауды да үйретіп қоямын. Мен осындай арманымды қағазға жазып қойдым. Ол енді орындалады. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Тіркелмегендер болса, тіркелуді де ұмытпаймыз.